мархабат, мына Текстограм деген программа скачать етіп аласың. Жоғары жақта плюсын басасың, режим шаблонын басасың. Сосын кейін фоны дегенге кіресің. И мына пипетканың суретін таңдап, астындағы аққа басасың. И фоның ақ. И ақ фонның үстін бассаң, осындай не шығады. Соның үстін басасың. Нажмите 2 раза, үстін 2 рет бассаң. Енді мына жерге бізге, мысалы, не жазың келеді, соны жазасың. Осы жеке 15 балл жасаған қыздар арасында обновить. Аппақ болғаннан кейін көрінбей тұр. Қазір түсін өзгерткен кезде көрінеді. Цвет красный. Міне. Енді астында шрифт бар. Шрифт дегенді бассаң, шрифт өзгереді. Размер дегенді өстен, ана кішірейеді. Размерін кішірейтіп, үлкейтуге болады. Қайтадан үстін бассаң, мына жерде ортасына қоюға болады. Қоясын, болды. Енді изображение. Сен және айттың, может, біреулер хотят кішірейтеміз, мысалы. Өзің ыңғайлап жөндеп аласың. Қазір мынаны кішкене. Вот. Енді текстовый жазасың. Текстовыйды қайтадан немесе и ортасына кеп қоямыз. Цвет красный. Тогда изображение. Жидкий туштың басқа не шо екен, осы ғана тұр фотосы. Осыны қоя салам, басқа түсін өзінде барын бере саласың сен. И помада, е. Кішірейтіп аласың осылайынан. Kesкен кезде жақындата былайын. Осылай жасайсың, сосын кейін или скриншоттайсың, или дали. Қазда тұр қайтадан немесе дегенді ортасына, сосын кейін и арасында 2:30 орын дедік қой. Размерін кішірейтейік. Болды. Поделиться. Ұнаса, осыны қоя сал, осылай істесең.